күн менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. 2026 жыл құтты болсын, жылқы жылы берекелі, мерекелі жыл болсын. Оқырмандарым, сіздерге тілейтінім денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат, талмас талап тілеймін. Жылымыз берекелі болсын, табысты жыл болсын. Жылды қалай, оқырмандарым, жылды қалай қарсы алдыңыздар? Жақсы көңіл күймен бе? Жылымыз тек қана қуанышқа толы сондай жыл болсын. Жылқы жылы жылқы, қамшы, домбыра, ол бәрі біздің қазаққа жақын заттар. Сондықтан жылқымыз да жақын, қамшымыз, домбырамыз, еріміз бәрі ол қазақтың құрал саймандары. Сондықтан жылқы біздерге, жылқы жылы бізге жағады қазақтарға. Сондай ақпарат келді. Бір оқырманым жазып жіберіпті маған: апа, жаңа жылыңыз құтты болсын. Мына сіздің кешегі соңғы неңізді қарағанда ер балаларға басымдылық болады, Алланың қалауымен деп айтыпсыз. Менде 5 қыз бала бар еді, 6-шы ер балаға барғым келіп еді. Сол бөпе көтерсем ер бала болар ма екен деген сұрақ белгісін қойып жіберіпті. Ол қыз балаға айтқым келіп тұр, оқырманыма. Егер 26 жыл ер балаға басымдылық болады деп айтсам, значит, ол хабар келді деген сөз маған. Мен ауадан алып тұрған жоқпын. Ол солай, сол хабар келгендіктен, ақпарат келгендіктен айтып тұрмын. Егер сенде күмән болса, бір ай бөпе көтергеннен кейін, бір айдан кейін бөпенің жынысы әлі белгілі болмайды. Сондықтан бір ай көтергеннен кейін бөпені Алланың қалауымен, оны да шығарған Алла, ұлтабарды қайнатып жеп ал. Оқырманым, саған айтатыным. Содан кейін ер бала, Алланың қалауымен атқа мінер ер бала болады. Сосын екінші оқырманымнан тағы сұрақ келіпті: апа, бір кәсіп бастағым келіп еді көптен бері. 26 жылы жақсы жылқы жылы кәсіп бастасам қалай болады? Оны ешқандай күмәнсіз, ойланбай бастай беруге болады. Жылқы жылы, жылқы өзі еңбекқор жануар. Сондықтан ол ешқандай қорықпай кәсіпті бастай беруге болады. Міне, неден да, тик-токтан да, инстаграмнан да Жанат сіңілімді айтып отыр. 2 келі фарштан манты Жанат аштым деп отыр фирмасы. Самал қызымды айтып тұр, мысалы, кішкене дүкендерге торт пісіп апарып, үлкен 500 адам қамтитын үлкен фирма ашып отыр, торт пісіретін, кондитерский. Сондықтан ол ештеңеден де қорықпау керек. Адам тек қана бірінші Аллаға және екінші өзіне сену керек. Сондықтан ештеңеден де қорықпай, қандай кәсіпті бастағың келеді, өзіңе, жүрегіңе қандай кәсіп жақын, өзіңді тыңдап, бірінші Алланы тыңдап, екінші өзіңді тыңдап, өзіңнің жүрегің, адамның жүрегі ешқашан алдамайды. Нені жақсы көресің, сол кәсіпті бастап, сол кәсіпті өзіңе, бірінші Аллаға, екінші өзіңе сеніп бастай беруге болады. Сондықтан мына екінші оқырманымның сұрағына берген жауабым: бірінші Аллаға, екінші өзіңе сенді, бастай бер. Ешқашан өзіңнің қандай бір баста қойып атқан мақсатыңды бірінші асықпай басыңда пісіріп ал, ойланып, не істегің келеді, қалай болады, бірінші ойланып пісіріп алып, сосын бастай бер. Ешқандай да арманыңды үлкен арман қойып, үлкен мақсат қойып, адам баласы үйренген жақсы. Маған келген ақпарат солай. Сіздерден оқырмандарым тілейтінім, маған подписка жасаңдар, лайк басыңдар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сіздердің сұрақтарыңда таусылмасын, менің жауабымда Алладан келетін ақпаратым таусылмасын. Сондықтан оқырмандарым, сіздерге үлкен 25 жылы маған подписка жасаған,
менімен жүрген оқырмандарыма мың үлкен алғысымды айтамын. Рахмет. 26 жылы енді 25-ке қарағанда одан да көп оқырман болады деген ойдамын, Алланың қалауымен. Сондықтан бәріңізге де үлкен рахмет. Мені қолдағандарыңыз, лайк басқандарыңыз, подписка жасағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Алда талай сұрақтарыңызға жауап беруге, Алланың қалауымен маған келген ақпаратпен бөлісуге сіздерге дайынмын. Келесі кездескенше күніміз жарқын болсын. Оқырмандарым, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.